Үйde tursam birөө шақырып атыр dedi, шықтым. Қарасам бір ұзын бойлы жігіт, әкесі мен тұрған екен. Сөйтіп едім, сіз мені оқуға аласыз ба деді. Аламыз дедім, иншалла. Бірақ деді, мен деді, көрмеймін ғой деді, мен соқырмын ғой деді. Қарасам енді оны соқыр екен қатым, көзі ашық тұр. Көзі ашық адамды оқыта алмай жатырмыз дедім, соқырды қайтып оқытамыз? Алмаймыз дедік кейін. Сөйтіп едім, жаңағы жігіт жылады да, мен деді, Құран жаттағым келеді деді. Мен білім алғым келеді деді. Содан мен де рұқсат бердім. Мен ол әңгімені өзіміздің жұмада айтқам. Ей, көзі ашық соқырлар, біздің медресеге бір соқыр бала, мен Құран жаттаймын деп келді. Ей, көзі ашық соқырлар дедім. Мен сен бәрін білем. Неше сүре жаттағаныңа шейін білем. Бүгін мен сендерге айтқан соқыр бала 3 пара Құран жаттапты. Қаны Ділшат Құран оқы дедім. Жаңағы жігіт Ар-Рахман сүресін оқыды. Қараңыз.